Ассалаумағалейкум құрметті достар, мінекей кезекті тапсырыс. Көріп отырған болсаңыздар, мінекей JD.com сайтынан келген тапсырыс. Бұның ішінде ұялы телефон 9 қараша күні JD.ru сайтында өткен акция бойынша сатып алынған болатын. Мінекей мынандай Дуги X5 деген осындай кішкентай ғана ұялы телефон. Ұялы телефон жолда бір айға жуық жүрді. Бағасы негізі интернет-магазиндерде 45-55 доллардың арасында. Орташа сол 50 доллардың көлемінде. Мен бұл смартфонды 30 долларға сатып алдым. Мінекей түрі осындай 5 дюймдық смартфон. Экраны HD, яғни 1280-720. Артқы пластигі әппақ, бірақ мынандай глянцевый емес, жылтырақ. Осындай бір матовый сияқты. Сборкасы негізі жаман емес. Мен негізі бұдан да нашар качество күткен едім. Жарайды. Комплектісінде мінекей мынандай USB шнур және мінекей біздің стандартқа арналған Дуги деген жазу бар. Фирменный 700 мАh-ге арналған зарядка. Және де мынандай ағылшын тілінде, испан тілінде, орыс тілінде де бар екен. Мінекей информация по технике безопасности дейді. Осындай қысқаша ғана бір техникалық инструкция. Мінекей 30 долларға келген ұялы телефон. Қосып көрелік. Қосылмайды. Шамасы ұялы телефон батареясы дұрыс жалғанбаған болу керек. Иә. Дәл солай. Алып тастаймыз қазір. Мінекей артқы жағы осындай. Батареясы 2400 мАh деп көрсетілген. Жіп-жіңішке 2000 мАh бар шығар деп үміттенемін. Мінекей көріп тұрған болсаңыздар, 2 симка және бір microSD карточкасына арналған орын бар. Міне қосылды. Қосылғанша сіздерге ақпарат айтып отырайын. Бұл ұялы телефон мінекей 5 дюймді HD экран, MT 6580 4 ядролы процессор орналасқан, Android 5.1 операциялық жүйесі, азу 1 гигабайт және 8 гигабайт өзінің тұрақты жадысы бар. Камерасы 5 мегапиксель артқысы, 8 мегапиксельге дейін интерполяцияланған. Алдыңғы камерасы 2 мегапиксель, 5 мегапиксельге дейін интерполяцияланған. Мінекей мына жерде қытайлықтар жаңа пленкасын жабыстырған кезде ішінде бір шаң қалып кетті. Мына жерде мінекей көрініп тұр. Мінекей таза Android, голый Android деп жатады. Қазір орыс тілі бар ма екен көрейік. Тіпті қазақ тілі де бар екен мінекей. Өте жақсы. Көп нәрсесі қазақша аударылған, тек мінекей мынандай өздерінің қосымша фишкалары ғана қазақша аударылмаған. Ағылшынша тұр. Мінекей Android 5.1 көрсетіліп тұр. Осындай ғана 30 долларға келген телефон. Меніңше жаман емес. Қазір мына жерде бір камерасын тексеріп жіберейік. Автофокусы бар. 5 мегапиксельді камера әрине мықты емес, дегенмен болады. Мінекей достар, бұл телефонның тағы бір артықшылығы, мінекей мынандай тап деген сияқты осындай экранды блокировкадан шығаратын, және мынандай неше түрлі жесттары бар. Мінекей SMS ашылады мысалы. Осы сияқты көптеген өзінің настройкалар бар, артықшылықтары. Ең жақсы тұстардың бірі осы деп ойлаймын өз басым. Мінекей дисплейінің жарықтығы да жаман емес негізі. Қазір динамигінің қаттылығын тексеріп жіберейік.
Мінекей достар, дауысы қатты шығады деп айтуға болады. Қатты шыққанда да жаңағы дауысы жаңағыдай ғыжылдап еш нәрсе болмайды. $30 телефонға өте тұрарлық, жақсы телефон. Достар, бұл телефонға алдағы уақытта обзор болмайды, сондықтан осындай артықшылықтарын көрсете кетуді жөн деп шештім. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, егер видео ұнаса.